Мемлекеттік рәміздер күнін бүгін қордайлықтар да атап өтті. Таңмен таласа орталық алаңға жиналған жұртшылық салтанатты рәсім өткізіп, ұлттық нақыштарымызды ұлықтаған. Мерекелік жиын мемлекеттік тудың көкке көтерілуімен басталды. Айрықша белгімізді алаңға алып шыққан әскери қызметшілер салтанатты маршпен қадам басқан. Кейіннен көк байрақ көкте қалықтап әнұран шырқалды. Жастардың қатысуы өте маңызды. Міндетті деп білемін. Себебі олар әрине бастарынан осы қалай рәміздер еліміздің қалай тәуелсіздік алды, бүгінгі күнге қалай жеттік, мүмкін терең түсіне бермес, бірақ осы рәміздеріміз арқылы, осындай іс-шараға қатысу арқылы олардың бойларына бір ұлттық Қазақстанның азаматымын деген ерекше сезімдерді бойларына ұялата білуіміз керек. Ұлттық рәміздер ұлылығымызды ұлықтайтын, республикамызды халықаралық аренада әйгілейтін нақыш. Содан болар, оны көргенде, шырқағанда әр азаматтың бойында рух ойнайды. Бүгінгі іс-шараға жиналғандар да осыны айтады. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шара біздің мемлекеттік рәміздеріміздің әрқашанда биікте сақтап тұруына, әрқашанда биікте туымыздың желбіреуіне ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Және де өзімнің ойымды айтатын болсам, менің ішімдегі патриоттық сезім оянды деп те айта аламын.